Телескоп ғарыш нысандарын зерттеуге арналған құрал. Ең алғашқы телескопты Галилео Галилей 1609 жылы жасап шығарды. Галилей телескобы линзалар арқылы затты 20 есеге дейін ұлғайтып көрсетеді. Атақты физик өз телескобы арқылы ай бетіндегі кратерлерді анықтап, ғалам туралы көптеген жаңалықтар ашты. 1668 жылы Исаак Ньютон өзінің айналы телескобын жасады. Ньютон жасаған телескоп нысандарды 40 есеге дейін ұлғайтатын. Телескоптың ерекше түрі радиотелескоп. Оны 1937 жылы Гроут Ребер ойлап тапты. Радиотелескоптар арқылы ғарыштық радио толқындарды анықтайды. Сондай-ақ алыс аспан денелерінен шыққан ғарыштық радиация зерттеледі. Астрономдар аспан денелерін зерттеу үшін әр түрлі телескоптарды пайдаланады. Осындай алып бірнеше телескоп орналасатын ғимарат обсерватория деп аталады. Обсерваториялардың көбі биік таудың басында немесе аралдарға салынады. Себебі телескоптарға қаланың түтіні кедергі болады. Әлемдегі ең биік жерде орналасқан обсерватория теңіз деңгейінен 7847 метр биіктікте жатыр. Ол обсерваторияда 11 телескоп жұмыс істеп тұр. Обсерваториялар тек жерде ғана емес, ғарышта да бар. Ғарышта осындай 4 телескоп орналасқан. Олардың ең алғашқысы Хаббл телескобы. Хаббл телескобы ғарышқа 1990 жылы ұшты. Құрылғы жерді 97 минутта бір айналып шығады. Хаббл телескобы осы уақытқа дейін ғылым үшін көптеген жаңалықтар ашты. Телескоптардың қай-қайсысын алып қарасақ та, аспан денелерін зерттеуде тигізер пайдасы мол. 8 планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайық. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар Шолпан, планеталар ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетіндіктен, оны таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп атайды. Күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70% дейін су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета Марс. Ол қызыл планета ретінде де белгілі. Өйткені онда қызыл түсті топырақ пен тау жыныстары бар. Бесінші және күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Оның алыптығы сонша, оның ішіне 1300 жер сыйып кетеді. Алтыншы ғаламшар, яғни Сатурн, күн жүйесіндегі үлкендігі екінші планета. Ол сарғыш түсті. Оның айналасында мұз бен тозаңнан тұратын әдемі сақиналар бар.
Жетінші планета Уран. Бұл ғаламшарды қалың газ қабаты жауып жатыр. Сегізінші планета Нептун. Бұл планета күннен ең қашық орналасқандықтан, ондағы суық желдер өте күшті.